Сәлем жас физик, бүгін біз энергияның сақталу тақырыбына бір есеп шығаратын боламыз. Есеп мынадай екен. Жебе тік жоғары 50 метр секунд жылдамдықпен тік атылды. Жебенің потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергиясы тең болатын биіктік қандай дейді. Жалпы бұның негізгі бірден табылатын формуласы бар. Ол h тең болады v квадрат бөлінген 4g. Неге 2g демесең? Мәселе мынада. Мынау сіздер қолданып жүрген v квадрат бөлінген 2g дегеніміз ол максимал биіктікті табу үшін. Ал біздің жебенің кез келген нәрсенің потенциал және кинетикалық энергиясы тең болатын биіктік ол максимум биіктіктің жартысы. Яғни біздің h-ымыз h максималдың жартысы да. Сондықтан жерде 4g болатын себебі де сол екен. Енді бірден есептеп жүрсек h тең болады. Яғни e кинетикалық тең болатын е потенциалдыққа, мына осы жерден бірге екендігін ескеріп кетейік. Біздің жылдамдығымыз 50-дің сонда квадратын бөлеміз 4 көбейтілген 10. Демек бұл жерде 25 және 0,0 бар. Бөлеміз 4 көбейтілген 10 десек, 250-ді 4-ке бөлеміз. Бұл дегеніміз 125 бөлінген 2 емес па? 125-ті 2-ге бөлетін болсақ, бұлай қателесіп қойып жүрмеңдер, 62,5 болып кететін сияқты. Сонда жауабымыз е, және е жауабы үшін біз плюс 1 балл алып кетеді екен. Жалпы 45 балл. Осындай әр 1 балдан тұратын ескереміз. Егер талдау ұнаған болса, каналға тіркеліп және лайк басып кет, достарымен бөліс. Келесі талдауда кездескенше.